Қадірменді тыңдармандар, бұл дұрыс сөйлейік атты бағдарламалар циклы біздің сұрағымызға жауап беретін тіл маманы Анар Мұратқызы. Анар ханым, енді бұл сабағымызда шешендік өнер жайлы айтсақ. Шешендік өнер дегеніміз жалпы не? Менің ойымша шешендік өнер деген бір әдемі сөйлеу, аузыңа бүкіл айналадағы жұртты қарату деп ойлаймын. Әлде қалай? Иә, сіздің ойыңыз дұрыс. Осы қалыптасып қалған ой, енді шын айтқан кезде. Шешен деген ол бір керемет кез келген нәрсені бейнелі сөзбен айтып, әдемі сөздердің, тек қана әдемі сөздердің жиынтығынан ғана тұратын мәтіндер құрастыратын адам деп ойлайды. Шын мәнінде шешендіктің бір негізгі мақсаты ол әдемі сөйлеу емес. Шешендіктің негізгі мақсаты, тағы да сол қайталап айтамын, өзінің дітін орындату. Сонан кейін кез келген адам шешен бола алмайды. Шешен болу үшін ол адам ең бастысы ұстанымдары игілікке қызмет ету керек. Игілікке, жақсылыққа, әділдікке қызмет ету керек. Әйтпесе ол тіл деген айттым ғой, тіл деген керемет қару. Пышақтың жүзіндей өткір қару бір жағы құдіреті мынау ядролық күштің құдіретіндей оның құдіреті. Сондықтан оны дұрыс пайдалану керек, ал қазақта шешен деп тек қана сол сөздің құдіретін дұрыс пайдаланған адамдарды айтады. Яғни сөзімен дауды шешкен, сөзімен істі аяқтаған, сөзімен халықты бір игі бастамаға жұмылдырған адамды шешен деп айтады. Сонда енді қорытындыласақ, шешендік өнер дегеніміз сөз арқылы бір істі орындатуға негізделген өнер ғой. Сөз арқылы бір істі орындатуға. Ол іс нақты қимыл түрінде болуы мүмкін. Ол іс қандай да бір ынта, жігер, көңіл күй түрінде болуы мүмкін. Ол іс бір дауға қатысты болуы мүмкін. Міне әйтеуір осы шешендік өнер деген. Енді шешендік өнер дегенде шешеннің сөзін бір ұзақ бітпейтін бір толып жатқан әдемі орамдардан тұратын сөз деп елестетеміз. Ондай да тұстар болады. Шешендік өнердің ондай да сөздер болады. Шешендік өнерден туындаған ондай да мәтін үлгілері бар. Бірақ шешен адам кейде екі-ақ сөзбен дауды да тоқтата алады. Екі-ақ сөзбен ханның басында иіп бере алады. Екі-ақ сөзбен екі елді татуластыра да алады. Былайша айтқанда қазақтың бір ауыз сөз деген әніндегі мазмұнды есіңізге түсіріңізші, Мақпал Жүнісова апамыздың орындайтын. Ол бір ауыз сөзбен мәселе шешетін адамды шешен дейді. Енді қараңыз, сонда оның сөзінің құдіреті қандай болу керек деген кезде, құдіретінің сыры неде деген кезде, шешендіктің сыры біз осы бағдарламаға дейін айтқан мәселелерде жатыр. Ол сөзді дұрыс таңдау, сөзді дәл айту, өз мағынасында айту, ол сөзді қысқа әрі нұсқа айтуда жатыр. Сонан кейін өзінің сөйлеп тұрған ортасына сәйкес сөз бедерін қолдана білу. Міне осы шешендіктің негізгі шарттарының біріне жатады. Енді одан кейін әрине шешен адамның арсеналында дейміз ба, міне құзыретінде, қорында тілдің бүкіл құралдар болады. Көркемдеуіш құралдары болады, ерекшелеуіш құралдары болады. Ол соны жағдаятқа қарай, нағыз шешен адамдар. Тыңдарманына қарай, сол тыңдарманның көңіл күйіне, эмоциясына қарай солардың ішінен ең тиімдісін, ең ұтымдысын таңдап алады. Міне шешендік өнер деген осы. Сөзді дұрыс таңдап алу, тыңдарманына әсер ететіндей оны пайдалану. Сондықтан шешендік өнер деген кезде мына әсіресе кейінгі жастарымыздың түсінігіндегі осы бір судырақтатып сөйлей беру, әдемі сөздерді қатарын көбейтіп айта беру деген одан алшақ жүру керек. Жаңа айтып кеткеніңіздей, бір ауыз сөзбен бүкіл елді жауды тоқтатқан кезінде би шешендеріміз болған. Оқырмандарымыздың есінде болса, осы Көшпенділер фильмінің соңында бір керемет шешендік сөз айтылады. Жаңылыспасам, Төле бидің сөзі болу керек. Қазір мысал келтіріп оқып берейін. Біз қазақ деген мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, жылқы қылын найзасына таққан елміз деп келтірген екен. Киноның соңында осындай қысқа ғана бір фраза болады, керемет айтылған, шешендік өнердің озық үлгісі деп білемін. Дұрыс, турасы, нағыз озық үлгісі. Жақсы, көп рахмет сізге.
Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы 2015 жыл.